жеті атасын жетік білетін қазақ қана. Жеті атасына шейін емес, одан да әдет нені сақтайтын, үйленбей бірін-бірінен қарым қатынастар жақсы, бірақ ана қыз алып берісіге келгенде одан жоқ. Неге осындай халықтың бойындағы сондай қасиеттерді айтпаймыз? Жеті атасын жетік білетін, қаны да, жәні де таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін, жармайтын, баршаның баласын бауырына басқан, аразды татуластыратын, алысты жақындататын. Осы кім? Қазақ. Қазақтың өйткені анау өзінің ата бабасынан келе жатқан әдеті, ғұрпы, салты, осыны сақтамаймыз. Жетемде мен келіп айтам, дархандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жарған. Сол тектілікті біз сақтай алмай тұрмыз. Сондықтан да бүгінгі таңда үлкеніміз болсын, кішіміз болайық, қалай болған күнде де тәрбиеге өте қатты мән беріп, тәрбиені бірінші орынға қоюымыз керек. Ол тәрбие ұлттық ұрықта болу керек. Ұлттың ұрық болсын, тәрбие болсын, оның адамның бойына дарыта сіңдіре білуіміз керек, оятуымыз керек жаным. Ол немен келеді? Ол тағы тіліңмен айтып жеткізуменен ғана келеді.